Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Фильм 1856 жылдан бастау алады. Бір топ шахтерлар пайдалы қазбаны іздеп жер астында тынбай еңбектенуде. Олардың қасында арнайы құс бар, газдың шыққанына белгі беретін. Бірнеше минуттан кейін олардың құстың өліп қалғанын байқап, дереу шахтерларға артқа қайтуға белгі береді. Араларынан бір шахтер алға қарай жылжып, майшам арқылы газдың бар жоғын тексере бастайды. Кенеттен ол бір белгісіз тіршілік иесін байқап қорқып кетіп артқа қашады. Осы сәтте жарылыс орын алады. Осыдан кейін оқиға 100 жыл алға жылжып, біз Марокко жеріне ауысамыз. Жергілікті Амир өзінің досымен жұмыс орнына асығып бара жатыр. Жұмысқа жаңа шахтерлар іздеп жатқанын біліп, елдің экономикалық жағдайы ауыр болғандықтан олар кез келген жұмысты атқаруға дайын, өзінің отбасын асырау үшін. Жұмыс қалаушылардың барлығы бір сапқа тізілгесіз жалдаушы, олардың физикалық жағдайын тексере отырып, жұмысқа лайықтыларды жасыл, ал жарамайтындарды қызыл белгімен белгілей бастайды. Жалдаушы Амирдің досының жөтеліп жатқанын көріп, оған қызыл белгі басады. Бірақ жас жігітке жұмыс қатты керек. Сондықтан ол мөрді өз қолына алып, өзіне бірнеше рет жасыл белгіні басады. Оның мінезіне разы болған жалдаушы оны жұмысқа алуға келіседі. Бұл уақытта шахтаға ғалым ерте келіп, басқарушыны іздестіре бастайды. Сөйтсе профессор 1000 метр тереңдікке экспедицияға келген екен, топырақ үлгілерін зерттеу үшін. Басқарушы оған бірнеше апта күте тұруға тура келетінін айтады. Шахтерлар әлі онда жете қоймаған екен. Алайда профессор ұзақ күткісі келмейді, сондықтан процесті жылдамдату үшін басқарушының қолына пара ұсынады. Кенеттен ескерту сигналы ұрып, олардың бәрі жаралы шахтердің жағдайын білу үшін жүгіреді. Жаралы шахтерді Роллан бригадир құтқарып қалған екен. Оның қайраттығы профессорды таң қалдырып, ол басқарушыға оның экспедициясын басқаруды осы бригадирге тапсыруды сұрайды. Бригадир Ролланды өз кабинетіне шақырып, оған барлық жағдайды түсіндіріп бергесін. Оның қолына профессор берген конверттегі ақшаны ұсынады. Бригадир қатты қаламаса да, экспедицияны өзі басқаруға келіседі. Алғашқы жұмыс күніне кіріскен Амир Роллан бригадасының сапына қосылады. Ол Амирге қауіпсіздік талаптарын түсіндіргесін, олар өздерінің киімдерін киіп төменге түседі. Осылай Амир өзінің негізгі міндеттерімен ақырындап таныса бастайды. Діттеген жерлеріне жеткесін, олар қабырғаны тесуге кіріседі. Қол жеткізген материалдарды арбамен таси отырып. Амир жер астынан ақ жылқыны көргенде қатты таңғалыста қалады. Сөйтсе, жылқы да олармен бірге еңбектенеді екен. Түскі ас уақыты келгенде ол өзінің сырын тышқан жеп қойғанын көреді. Осы кезде оның қасында бригадир келіп уайымдайтын ештеңе жоқ екенін, керісінше олар тышқандармен жақсы қарым-қатынаста болу керектігін айтады. Сөйтсе тышқанда олаға келе жатқан қауіпті ескертеді екен. Ол тышқанға сырдың бөлігін ұсынып, Амирге жүрек жалғап алуға алма береді. Осылай алғашқы жұмыс күні де аяқталып, Амир қатты шаршайды. Келесі күні олардың командасының қатарына профессор қосылады. Олар діттеген орынға жеткенде минер жарылғыш орнатады, өздеріне қажетті тереңдікке жол ашу үшін. Олар төменге түскенде, Ролланд осыдан 100 жыл алдын осы орында толық бір бригада өліп кеткен оқиғаны айтып береді. Сол кезде жер астынан өрт шығып, бригаданың ешқайсысы құтқарылып үлгермепті. Сол оқиғадан бұл жерге ешкім түспеген екен, ал олардың денесін ешкім таппаған. Профессор өзіне қажетті материалдарды іздеп бригадирдің ескертуіне қарамастан топтан бөлініп кетеді. Бірнеше минуттан кейін профессордың жоғалып кеткенін байқаған Ролланд шахтерларға оны іздеуді тапсырып, олар екі топқа бөлінеді. Амир мен Луис бастаған топ іздеу барысында қайтыс болған шахтердің денесін тауып алады. Олар сүйекті зерттей отырып, оның қолынан ерекше формадағы тасты тауып алады. Ал қабырғада қанмен жазылған, бұл жерде құбыжық бар деген сөзді оқиды. Алайда олар бұған аса мән бере қоймайды. Ал профессорды Ролландтың өзін тауып алады, оның материалдарды суретке түсіріп жатқан жерінен. Бригадир профессорға бұл жерде ол басты екенін, сондықтан оның тәртібен бағыну керек екенін айтады. Профессор қабырғадан ежелгі тілде жазылған жазуды көріп, оның іздеген заты осы қабырғалардың артында екенін айтып, Ролландтан қабырғаны тесуді сұрайды. Ролланд алдымен қауіпсіз екеніне көз жеткізіп алғасын, қабырғаға динамит орнатады. Олар ежелгі тас бағаналы дәлізге тап болып, ары қарай жолдарын жалғастырып, көптеген адамдардың сүйектеріне тап болады. Сүйектердің қолдарында ежелгі қылыштар мен қарулар, олардың мұнда жатқанына мыңдаған жыл болғаны сонша, қылыштар қолғалы салысымен сынып қалады. Профессор бұл жерде сол кездегі маңызды адамның қабірі жатқан болуы мүмкін екенін түсіндіріп береді.
Ол зерттеулерін ары қарай жалғастыру үшін жылқыны алып келуін сұрайды. Алайда бірдеңеден қорыққан жылқы үркіп тұр. Кенеттен қабырғалардан жарықтар пайда болып, ағашты көпір Сантинидің аяғын басып қалады. Ролландың шыдамы таусылып, ол бар болған сәтсіздіктеріне профессорды айыптай бастайды. Жолдастары оны сабырға шақырып, Амирді қалған жұмысшыларды шақырып келуге жібереді. Олар қандайда бір қабірді ашуға тырысуда, бірақ ештеңе шығар емес. Амирде олардың қатарына қосылып, қабірде қандайда бір тесік бар екенін байқап, алдын тауып алған тасты сол орынға орналастырады. Олардың қуаныштарына орай қабір ашылып, олар көптеген асыл тастарды тауып алады. Луис бұл басқалар келмей тұрып дереу асыл тастарды өздерінің қалталарына салуға асығады. Ал кейін Амирге бұл туралы ескерту жасайды: ешкімге айтпа, әйтпесе өлтіремін деп. Өздерінің жұмыс күндерінде осындай олжаға жолығамыз деп ойламаған олар тынығып алайын деп шешеді. Луистің темекі шегейін деп жатқанын көрген Пол оны тоқтатады. Бұл жерде газ болуы мүмкін екенін айтып, олар өздерінің жолдастарына қайта қосылайын деп шешеді. Кенеттен Полдың артынан үлкен саусақтар пайда болып, оны тартып алады. Шахтерлар дереу оны құтқаруға асығады. Алайда бәрі кеш, белгісіз тіршілік иесі оның басын жұлып алып, бір бұрышқа іліп қойған екен. Бұл Ролландтың одан әрі ашуын келтіреді. Ол профессордың олардан бірдеңені жасырып тұрғандарына сенімді. Берте бұл жерде адамзатқа белгісіз ежелгі мәдениеттің орны болғанын түсіндіріп береді. Амир оларға құбыжықпен қайта кездеспес үшін бітелуге қайта оралу керектігін ескертеді. Бұл уақытта жалғыз қалған Сантини қандайда бір белгісіз дауысты естіп, профессордың фотографымен дәлізге жарық шашады. Кенеттен оның алдында құбыжық пайда болып, оны да сүйріп алып кетеді. Осы сәтте дәлізде оны іздеп жолдастары келгенде, олар Сантиниді ұстап алған құбыжықты көріп шошып кетеді. Олар дереу жолдастарын құтқарып алу үшін оған шабуылға шығады. Алайда құбыжық өзінің ұзын саусақтарымен оның денесін тесіп тағы да қашып кетеді. Олар Сантиниді құтқарып үлгере алмады. Осылай өздерінің екінші жолдастарынан айырылады. Шахтерлар динамитті пайдалана отырып құбыжықтан құтылайын деп шешеді. Ал профессор қабырғадағы ежелгі жазуларды оқи отырып, жұмбақтың шешімін таппақ. Амир жергілікті тұрғын болғандықтан оның бұл аңыздан хабары бар. Ол қабырғадағы жазуларды оқи отырып, бұл лабиринттен қалай шығуға болатынын анықтайды. Олар жолдарын жалғастыра отырып, адам сүйектері толы түрмеге тап болады. Кенеттен олар қан іздерін байқап жолдарын жалғастырып, өздерінің қашып кеткен жылқылар да құбыжықтың құрбаны болғанын көреді. Берте өз ізденісін жалғастырғысы келеді, сондықтан ол мүмкіндікті пайдаланып жолды жауып, топтан бөлектенеді. Ролланд тасты жылжытуға тырысып жатқанда, Берте жазуларды зерттеуге кіріседі. Кенеттен оның алдында құбыжық пайда болып, алайда профессор қашудың орнына оған деген өз құрметін көрсетіп, оны құшақтайды. Құбыжыққа адамның құрметі керек емес, ол профессордың қабырғаларын сындырып, оны да арғы дүниеге жібереді. Амир болса соңғы сәтте тасты жылжытып, ол дәлізден профессордың күнделігімен бірге шығып үлгереді. Оның да жүйке жүйесі беріп, ол барлығына Луистің қабірден асыл тастарды алғаны, құбыжықтың ашулану себебі де осы болуы мүмкін екенін айтады. Ролланд оның сөмкесін тексеріп, расымен де оның асыл тастарды ұрлап кеткенін анықтайды. Ол асыл тастарды тартып алып, егер бұл жерден аман шықса, оны қайтыс болған жолдастарының отбасына беретінін айтады. Олар Бертенің күнделігін пайдалана отырып шығар жолды іздестіре бастайды. Кенеттен олар құбыжықтың келе жатқан дауысын естіп, жарықты сөндіреді, жасырыну үшін. Алайда бәрі кеш, құбыжық Луистің жағын сындырады, бір соққымен. Ал Ролланд пен Амир қашып үлгерді, олар ары қарай шығар жолды іздестірейін деп шешеді. Олар қабырғадағы жазуларды пайдалана отырып, осыдан 100 жыл алдын шахтер қыстырылып қалған орынға тап. Кенеттен құбыжық қайта пайда болып, Амирді аяғынан тартып алады. Жалғыз қалған Ролланд бір орынға үйіріліп қалған адам сүйектерін көріп, жоғарыға қарай шығайын деп шешеді. Амир ежелгі мәдениеттің дәлізінде оянып тақта отырған құбыжықты көреді. Ол Луистің басын пайдалана отырып, оған оның көмегі керек екенін айтады. Егер Амир оған бұл жерден шығуға көмектесетін болса, ол рахметі ретінде оған үлкен күш сыйлайтынын айтады. Амир оның ұсынысына келіскендей түр жасап, оған жақындай бастайды. Ал кейін қолайлы сәт туғанда құбыжыққа жасырып тұрған пышақты тығып, ол жерден қаша бастайды. Ол Ролланд жоғарыға көтерілген орынға келіп, жоғарыға көтеріле бастайды. Осы сәтте оған көмек қолын Ролланд созады, сөйтсе ол оның күткен екен. Олар ақырындап жоғарыға көтеріле бастайды. Алайда олардың артынан құбыжықта келе жатыр. Олар өздерінің шығып үлгере алмайтындарын түсініп, жолды жару керек екендерін түсінеді. Алайда Ролланд динамиттің кілтін төменде қалдырып кетеді.
Амир басқа таңдау жоқ екенін түсініп төменге түседі. Ал кейін жарылғышты іске қосуға тырысады. Ол өзінің қауіпсіз орынға қашып үлгермейтінін жақсы түсініп тұр. Оның үлгермей жатқанын Роланд көріп, оған детонаторды іске қосуға көмектеседі. Құбыжық оларға жақындай бергенде, олар жарылғышты қосып үлгереді. Жарылыс орын алып, фильм осы жерден аяқталады.